Давление ауру емес. Давление деген сіздің сквозниктен кондерден мойныңызға суық тиеді, мойнынан басқа қан айналымы дұрыс бармайды, майда қан тамыр сіңірдің бәрі қысылады, сонымен мойынға басқа кислород жетіспейді. Соның кесірінен болатын аурудың түрі. Сіз үнемі жылулықты сақтап, үнемі давлениеңіз көтерілгенде денеңіздің жылуын күшейтетін болсаңыз, аяғыңызды ыстық суға салып, арнайы мойынға арналған массаж алатын болсаңыз, давлениені дәрі-дәрмексіз түсіруге болады. Сондықтан давлениемен ауырып жүрген кісілер, давлениесі төмен, болмаса давлениесі үнемі көтеріліп тоқтамайтын кісілер. Кейбір кісілерде бүйректен көтеріледі давление. Ол ішкі жылудың жетіспеуінен болады. Орталыққа келіңіз, сіздің ішкі сыртқы жылуыңызды көтеріп, қан айналымыңызды дұрыстап, давлениеңізді дәрі-дәрмексіз емделуіне көмектесеміз. Давление ауру деп әртүрлі дәрі ішіп больницаға барып та ешқандай ем таппай келіп, біздің орталықтан давлениеден жазып жатқан кісілер көп. Егер сізде давлениемен проблема болатын болса, орталыққа келіңіз, толық ақпаратты WhatsApp арқылы алыңыз. Біз сізге әрбір сұрақтарыңызға жауап беруге дайынбыз.